Ассалаумағалейкум, армысыздар. Санаға сәуленің аса құрметті көрермендері. Бүгінгі күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Алдарыңызда әдеттегідей педагог, қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Сіздерменен бүгін тағы да бөлісетін тақырып сол сөз туралы болмақ. Сөз қадірін өз қадірін деп білетін қазақтың баласымыз. Кім кісіні де әрине бірінші сөзінен танимыз. Сөзі қалай болған адамның өзі де солай болатыны анық. Бүгінгі қат-қабат қарбаластық, ектеген материалистік көзқарас алға шыққан жамбағыс қамы сананы билеген заманда біздің көкейдегі жақсы сөзді базардағы нарық бұзып жатқаны белгілі. Енді десе де, мейлі қай заман болмасын, қандай жағдай болмасын, адам өзінің ар-ұятымен, әдептілігімен, мәдениеттілігімен, кісілігімен адам. Әйтпесе оның екі аяқты хайуаннан парқы қанша. Осы кезде адамдар жүйкесі тым жұқарған, сіркесі су көтермейтін болған. Байқайсыздар ма? Айналамызда көбінесе әсіресе ер кісілерде, мынау енді ер азаматтарда боқ ауыз сөз қосып сөйлеу үрдіске жалпы беттік айналған. Ол басында құлаққа бір түрпідей тиетін, енді ести келе оған да адам үйреніп кетеді екен. Біздің қоғам ол бір қалыпты жағдай сияқты, және сөзіне бір мақал-мәтел қосып сөйлеп жүрген сияқты, сөздің бір тұздығына айналғандай өлі. Ол бұлайға ашуланған уақыт емес, жай сондай бір әңгіме айтып отырған уақытында да көп үлкендеу кісілер болсын, біздің азаматтар орысша оқты қосып сөйлеп отырады. Сол кездерінде неге солай қосып сөйлейсіздер десең, енді әдетке айналып қалыпты дейді. Сөздің тұздығы сияқты. Оны қоспай сөйлесе бір дәм татусыз болып қала ма, енді солай енді. Ал енді ашу шақырғандағы әңгіме бөлек. Көшеде жолға таласу, кептеліс, жаңағы біреудің алдына біреу кіріп кеткен жағдайда солай салмасын, ауыздарынан ағыт кіріп көгі шығып, сол кім көп боқты айталады, кім қанша көп боқ-ауыз сөз айтып қарсы жағынан арпылдап асып түсетін болса, сол жеңген сияқты болады, жеңімпаз сияқты болады енді. Көрдіңіз бе? Бірақ бұл надандық қой енді. Адаммен адамша сөйлесуге болады ғой. Жылы-жылы сөйлесе жыланынан шығады деген. Арпылдап аузынан ағыт кіріп көгі шыққан, ол жігіттік па, ол азаматтық па, ол надандық барып тұрған, пасықтық, өте жиіркенішті жағдай. Қазақ сондықтан боқ-ауыз сөз деген ғой, боқ-ауыз сөзіне аузын састып, естіген құлақты састып отыр. Өте ұят жағдай енді мынау. Жаңа баяғыда бір ғұлама болған екен, өте рухани бай адам, жалпы енді жұрттың құрметіне бөленген дейді. Сол кісіні енді бір көре алмайтын қасы сыртта жаңағы кездесіп қалған сәтінде бірден боқтап, аузынан ағыт кіріп, көгі шығып, балағаттап бастапты. Енді қызық көргісі келген бұлайға жұрт қоршап, айнала соны не дер екен деп қарап тұрыпты. Ал жаңағы боқ-ауыз адам бар білген боқтығын төпелеп, үйіп, төгіп, осы жер жебіріне жетіп, жеті атасын жездей қақтап, янаттап, балағаттап, сондай бір лас ауыр сөздерді айтып боқтана беріпті. Ал жаңағы ғұлама үнсіз жымиып тыңдап тұрды. Ешқандай бір реніш, кейіс, оған қарсы сөз қайтару жоқ, жай ғана жымиып тыңдап тұрыпты. Ал анау қашан арпылдайды, боқтап, әбдені жаңағы білетін боқтық сөзінің бәрін айтып болып, ары қарай өзінде дағдыры құрып, үнсіз қалыпты. Енді қарсы жақтан ешқандай реакция болмаған соң қашан қол боқтанады. Сонда жаңағы ғұлама жаңағы боқтап болдың ба депті.
Иә, болдым. Тағы да саған боғау сөз керек па? Енді сенен сұрайын депті ғұлама. Біреу саған бір сыйлық берді, бірақ сен оны ұнатпадың. Қайтер едің? Анау соны да сұрағым бар деп сұрайсың ба? Сені де ғұлама дейді ау. Ондай ұнатпасаң ол сыйлықты иесіне қайтарып бере салмайсың ба? Деген екен жаңа ғұлама. Олай болса сенің бағанан бергі маған жаудырған барлық ылас боғау сөздеріңді өзіңе қайтарып бердім деген екен. Сол кезде маңайдағы жұрт ду күліпті де жаңағы жәдікке боқтанған боғауыз адам ұятқа қалыпты. Міне ондай сәтте сабыр сақтау деген екінің бірінің қолынан келмейді. Сабыр сақтау енді шынында ол да бір кісіліктің, ғұламалықтың, рухани бай адамның қасиеті екен ғой. Ал сабыр сақтай алмайтындар, олар жаңағы таяз, білімсіз, надан топас адамның бейнесі екен. Сондықтан бізде қазір руханият соншалық жұтаңдап кеткен, мынау кітап оқу деген жоқ негізінде. Соткадағы арзан жыртың бай дүниелерге қарайды адамдар, соны ермек қылады, бос уақытын соны өткізеді. Бір-біріне айтатын әңгімелерде тұмсықталып кеткен ойын, күлкі, нәпсі қалауындағы ғана дүниелер. Рухани әңгіме айтатын кісілер аз. Бұрынғы кезінде мысалы газет, журнал қолдан түспейтін болған ғой. Совет одағы кезінде оған қанша дегенмен де жаңағы рухани байлық, оқыту сапасы әр жағынан жақсы болды. Заң ол қатаң болды, атқарылуы болсын, әділдігі болды өзіндік. Сол кездегі адамдарда енді қолынан газет, журнал түспейтін, мәдени сөйлеуге тырысатын, көркем әдебиет қанша дамыған сайын адамдардың да рухани өресі соншалық жоғары болды. Ал енді кейін тәуелсіздік алғаннан кейін қайтты, біздің руханият өте зор қиянатқа ұшырады. Біздің енді билік жаңа жердің асты-үсті байлығын шетелге сатып, жеңішімен жалғасып, жаңағыны жемқорлықпен өздері қалтасына басып, халықтың мал-мүлкіне зор қиянат қылумен бірге, руханиятына да зор қиянат жасап кетті. Әлі де жасауда. Бұл Совет одағы кезінде болмаған зор қиянат болды. Мойындау керек, біз 30 жылда тоналмаған ештеңе қалмады. Халықтың руханиятына жұтаңдады. Ғылым білім академиясын жауып тастады мысалы. Осыдан басталды. Рухани салаға, халықтың руханиятын көтеруге, жалпы ағарту саласына анша мән берілмеді. Құр ақшалар желге ұшып жатты. Болмайтын жобаларға бөлінді. Ол бөлінген қаражаттың бәрі сол өздері бөлісіп алу үшін, бюджеттен шығару үшін жаңағындай жобаларды жасайды екен. Түкке пайдасы жоқ жобалар. Тіпті мынау оқу ағарту министрлігінен қаншама министрлер ауысты. Әрбірі келіп өзінше бір жоба ұсынды. Біреуі батыстың, Еуропаның оқыту методикасы деді. Біреуге әліппені алып тастады. Сауат ашуды кіргізді, мысалы. Қаншалықты қиянат болды. Ел болам десең бесігіңді түзе деп Мұхтар Әуезов айтқан. Біздің даналарымыздан сөз қалған ба? Сонда біз бесігімізді түзеу емес, күзеумен айналыстық. Қажетсіз пәндер оқытуға кіргізілді. Өзін-өзі тану деген неге керек еді бірден соң мысалы. Тіпті одан да сорақы пәндерді оқытуға кіргізуге тықпалаған жағдайда болды, білесіздер енді. Енді бұл рухани саланың қиянаты деген енді кешіруге келмейтін қиянаттың бірі ғой. Жаңағы түрлі діни ағымдардың да қаптауы осы кезде болды. Бұрынғы дәстүрлі бағыттағы діннен көз жазып қалған жағдай халық, білесіздер енді. Міне. Содан руханият жұтаңдаған халық, рухани аш халық жаңа бірін-бір талап жеуге дайын болды ғой. Мына боқтанып шыға келудің бәрі соның басты белгісі. Енді осыған осындайда бір күлдіргі еске түседі. Анекдот, жаңағы бір заводтың
бастығы қоластындағы орынбасарларын жинап алып, сендер мына жұмысшыларды боғауыз сөзбен балағаттап команда береді екенсіңдер, болмайды, мынау қандай мәдениетсіздік. Ертең күні комиссия келіп қалса, сендердің боғауыз сөзбен айтып команда бергендеріңді көрсе, масқарамыз шықпай ма? Тоқтатыңдар, бұдан былай ондай болмасын, мәдениетті түрде жұмыс жүргізіңдер деп тапсырма берді. Арада бір 2 күн өткеннен кейін жұмыс жүрмей қалды. Жұмысшылардың жұмысқа белсенділігі түсіп кеткен. Соны қайтадан орынбасарларын шақырып, бұл не жағдай? Неге жұмыс жүрмей жатыр? Неге өндіріс түсіп кетіп жатыр бізде? Себебі неде дегенде, кешіріңіз, Басеке, сіздің жаңағы мәдениеттілікпен жұмыс жүргізіңіз дегесін біз команда беруді басқаша өзгерттік. Мәдениетті команда бере бастадық. Сөйтіп, жаңағы жұмысшылар бұрынғыдай біздің тілімізді алып жұмыс жасамайтын болды. Боғауыз командаға үйреніп қалған. Не істейміз дегенде жаңағы заводтың бастығы айтты, жарайды, болды. Біздің енді жұмыс өнімділікті арттыру керек. Сол үшін боғауыз команда бере беріңдер деді. Не көрдіңіз бе енді? Расында жұмысшылар соған дейін үйреніп қалады. Оны біз күнделікті өмірде көреміз. Бастық сымақ болып отырған кез келген адамдар өзінің қол астындағыларды бір қой боқтап жұмсайды. Орысша, қазақша, боғауыз сөзбен ғана жұмсайды. Атын атамайды, атын білмейтін де болу керек. Мен бір жолы базарға ағаш материалын алуға бардым да, сонда жаңағы үй салып жатқан кезім, ағаш материалын жаңа қарап тұрдым. Басып жатқанда анау старший болып отырған жігіт, ана жерде басып жүрген жас балаларға атын айтпайды. Ей, Б, ей, З, ей, С, ананы көтер, мынаны бас, не қарап тұрсың? Деп жаңағы орысша боғауыз сөзбен ғана айтты. Содан мен ана айттым, қызық екен дедім. Қазақта да қайда қатты қояды екен ғой. Жаңағы Б, З, С деген аттар қоям енді депті. Десем, бетіме қарап, түсінбегендей бүйтіп не қылады. Сен мыналардың аттарын атап айтып жатқан шығарсың дедім енді, жұмсағанда. Не айтпесе дедім. Сонда өздерінің аттары осы болмаса сен неменеге олай айтасың десем, мен өзі ұялып қалды. Аттары басқа дейіне. Ал анау солай команда беріп үйренген. Оған аналар үндемейді, жүгіріп жүріп жұмыс жасайды. Мүмкін құлағына майда жағатын болып кеткен. Қараңыз енді. Сонда біз қайда кетіп барамыз? Күнделікті қарым-қатынаста бір-бірімізге жылы сөз айта алмасақ, бір-бірімізге тек боғауыз сөзбен команда беріп, бастығы қол астындағыларға, үлкені кішісіне, әкесі баласына осылай боғауыз сөзбенен команда берсе, ұрысса, иянаттап балағаттаса, күш көрсетсе, не болды сонда? Қайда кетіп барамыз біз? Ұят емес пе ол? Адам қатты қынжыласың енді. Сөз бар ғой, әлгі қарнымның ашқанына жыламаймын, қадірімнің қашқанына жылаймын дейді. Біз бір-біріміздің қадірімізді қашып жүрміз, құрметті ағайындар. Қадір қашқан ұлтта ешкімде сыйламайды. Бірінші біз қадірімізді қайтару керекпіз. Сондықтан да атам қазақ сөз қадірі өз қадірім деп айтқан болады. Сондықтан құрметті достар, ағайындар, өзің қадірлі болу үшін сөзің қадірлі болсын. Іргеннің аузынан шіріген сөз шығады деген. Сондықтан да сөзі қандай адамның өзі сондай. Зиялы, оқыған, көрегенді, рухани бай адамдар, олар мәдени, әдепті, әдеби, нәрлі сөйлейді. Жүрекке жеткізіп сөйлейді. Ал оқымаған, топас, тоқшар, надан, білімсіз адамдар боғауыз сөз сөйлейді. Өзінің деңгейін көрсетеді сөйтіп. Көрдіңіздер ме? Сондықтан әрбір сөздеріңізге сақ болыңыздар. Дінде де айтады екен ғой, әрбір айтылған боғауыз сөз бір шайтанды көбейтеді деп. Әрине. Лас нәрсе ғой, сөз, лас сөз ғой. Оның кері қара энергиясы болады адамға. Ал жақсы сөз, жарымыз, оның оң энергиясы болады. Не жапон халқы да жаңа бір-біріне жылы сөйлеп, ренжітпей, сабырменен, ашуын жеңдіріп бәрін жылы жымиып бас изесіп амандасу арқылы да бір-біріне жақсы көңіл күй сыйлап, сол арқылы өмір жастарын ұзатып жатпай ма? Ал бізге не жетпей жатыр сонда? Бізге жетпей жатқаны
осы сыйластық. Сондықтан сыйласып жүрейік, әдепті, мәдениетті, жылы сөйлейік. Боғауыз сөздер тілімізде шығартпастайық. Өзімізді де өзгені де ластамайық. Иә, құрметті ағайындар. Сондықтан атам қазақ іргеннің аузынан шіріген сөз шығады деген. Шіріген сөзден аулақ болыңыздар. Аман сау болыңыздар. Алла тағала әр күндеріңізді көңілді, бір-бірлеріңізге деген береке бірліктеріңіз жарасымды, сыйласымды, жылы қарым-қатынаста бола беріңіздер. Барлығы өз қолдарыңызда. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос деген ол Абай. Абайдан артық не айтуға болсын. Аман болыңыздар.